керамикалык лампага кішігірім көрініс. Мына ондай 85 диаметр 85 мм қалындау келет. Керамикалык лампа 220 вольт 1150 ваттқа арналған. Осындай түрі болады керамический лампаның. Одан кейін мынандай жаңадан келді. Қалындау 200 ваттқа арналған, тоже 85 мм, диаметрі биіктігі 110 см, қуаттылығы 200 ваттқа дейін. Вольт 220-240 керамикалық лампа. Одан кейін инфракрасный лампа дейді, яғни оның қызыл түрі болады. Инфрақызыл лампаның және де инфрақызыл лампаның зеркальный болады, ақ. Бұлардың 220 вольтқа арналған және де қуаттылықтары 250 ваттқа арналған. Бұл Ресейден келеді. Одан кейін лампаның обогрев, бұлардың бәрі сол жылытуға арналған балапанның. Тағы да бір түрі мынандай вентилятормен арналған. Яғни спираль арқылы қызат. Бұл жерде 100 ватт пен 300 ваттқа аралықта регулятор тұрады. Яғни 100-ге, 200-ге, 300-ге қойсаңыз болады. Осындай болып көрінеді. Екеңіз өзі жазылып тұр. 100 ватт пен 300 ваттқа арналған 220 вольтқа. Обычный цоколь E27 деген. Және де қосылған кезде светодиодтар жанады. Светодиодтар жанған кезде қатты жанбайды. Қазір көрсетейін мен сіздерге.